пожалуйста, вам слово. Представьтесь и расскажите и, как бы, свой спич. Ну, я очень рада вас видеть. Ну, конечно, я не могу так, как вот предыдущие рассказали. Вы, если ошибки услышите, то не смейтесь, ладно? Нет, нет, ну, как это? Если мы будем смеяться, только по-доброму. Менің атым Тамара Фазылова. Мен қазір Алматыда тұрамын. Менің отбасы бар, 2 бала бар. Менің ұлым 27 жаста, қызым 24 жаста. Ұлым атын Тимур, қызым аты Алина. Ұлым Тимур магистратурада медициналық университетке оқиды. Қызым Алина докторантурада оқиды. Және энергетикалық университетке оқытушы преподает. Оқытушы сабақ береді. Сабақ береді. Рахмет, сабақ береді. Мен журналист. Я журналист по профессии. Мен журналистпін. Тамара, қош келдіңіз деймін. Қош келдіңіз, добро пожаловать. Мамле мүшесі болғанына құтты болсын. Поздравляю вас с тем, что вы стали членом клуба Мамле. Тіл үйренген өте жақсы. Қадамыңызға нұр бітсін. Рахмет сөз бергеніңізге. Менің атым Назгүл. Астанадан келдім. Астанада тұрамын. Бірінші рет сіздің клубқа келдім. Бірақ сізбен сізді бір рет көрдім. 3-4 жыл бұрын Астана аэропортта сізді көрдім. Сіңлімен сізді көрдім, бірақ сөйлесе алмадым, себебі қазақ тілім онша жақсы емес. Бірақ өте қуанышты болдым сізді көріп аэропортта. Мен Астанада тұрамын, Целиноградта дүниеге келдім. Орыс мектепте оқыдым. Қазақ мектептер болмады. Үйде де орысша сөйледік, мектепте де орысша сөйледік. Класста тек 2 қазақ болды, мен тағы бір бала. Университетте тек орысша сөйледік. Жақсы, ассаламу алейкум, құрметті қауым, Қанеке. Берген сөзіңізге рахмет. Менің атым Бауыржан, фамилиям Баймуханов. Өзі Қарағандыда тудым. 78-демін жасы. Енді соңғы 3 жыл Ресейде болдым, жұмыс істедім. Содан кейін Мәскеуде университетті оқыдым. Енді бүгінгі әңгімем ниет туралы болады. Ниетім Меккеге, қажылыққа жаяу жүруге бару. Менің атым Маржан. Мен Алматыдан туылдым, Алматыдан туып өстім.
тұрмыстамын. 3 балам бар. Бірінші қызым шетелде грантта оқып жатыр. Екінші балам мүгедек балам. Ең кішкентай балам 10 жаста. Мен жаңа келгенде адамдарға танысқаныма өте қуаныштымын. Сіздерге сәттілік, табыс тілеймін. Солай. Менің атым Мейрам. Ал енді менің маманым дәрігер. Мен осы өзінің маманымды өте жақсы көрем. Үлкен есек адамдармен де, балалармен де істеп жүрмін. Менің маманым дәрігер және неврологпын. Невролог. Мамандығым невролог. Маған келетіндер ол қандай шағыммен келеді адамдар. Ол бас ауырды, сосын енді тырысу бар, сал бар дегендер адамдар. Және тағы басқа осы невролог жағынан шағымдар, ол жүйке жүйесіне байланысты шағымдар болады. Ал енді осы мамандық бойынша мен 25 жылдан аса істеп жүрмін. Өзінен мұқият тыңдап, өте барлықтарға танысқаныма қуаныштымын. Барлықтарға сәттілік, барлықтарға денсаулық тілеймін. Осы ұжым бәрі жақсы болсын. Ұжымда бәрі жақсы. Мақсаттарыңыз оң болсын. Сәлеметсіз бе? Құрметті Қанат, мен сізді көп бұрын Фейсбуктан білем, сосын және менде сіздің кітап бар. Қазір «Ситуативный казахский» 2-ші том үйде, 1-ші том жұмысқа апардым, бірақ оқидым. Сосын қазір өте жақсы клубта мүмкін тағыда оқимын. Мен 51 жастамын, Нұр-Сұлтанда, Астанада тұрамын. Астанада дүниеге келіп, сосын балабақшаға бардым, орысша, мектепке орысша. Шешем мен әкем үйде тек қана орысша сөйлеп, сосын институтқа келдім. Қарағанда институтта оқидым, медициналық. Сосын бірінші рет қазақша сөйлейтін кісілер көрдім. Сәлеметсіз бе, құрметті мәмілешілер? Армысыз ба, аман есенсіз ба? Менің атым Индира. Атым қазақ емес, себебі көршілеріміз маған осылай аты берген. Себебі осы заман кеңес одағы заманында Индира Ганди өте популярны болды. Өте танымал. Рахмет. Және мен Сарыарқада туып, бірақ мен Алматы облысында Маловодная деген ауылында өскенмін. Сол себептен мен нағыз ауыл қызбын. Енді қазіргі кезде кейбір адамдар Аубайская деген айтады. Вот мен Аубайскамын. Менің де енді отбасым бар. Мен енді 38-демін. Жолдасым аты Поль, ол француз. Ол енді менің арқасында ол арғын болды. Менің қызым жаңа келген клуб мүшелерге бір кеңес берейін. Сіз енді қазіргі кезде қысылып тұрасыз, қиыншылығыңыз көп, акцентіңіз бар, бірақ
осы клубқа әр сенбі келсеңіз, сіз қазақша судай боласыз. Мен деп сенемін. Сіздерге мен сенемін. Менің бір тілегім бар. Осы енді біз қазақ халықпыз, мың өліп, мың тірілген ұлтпыз. Мен осы жаман вирус қазаққа жұқпайсын. Сосын карантиннен осы ай аяғында шығайық, аман сау шығаймыз деп ойлаймын, деп сенемін. Amin. Amin. Ne керемет. Маржан қол көтеріп отыр. Маржанға сөз берейік. Индира, сәлеметсіз бе? Мен естідім, сіз тенгри адамдардан аураласып жүресіз. Сіз білесіз бе, Мажарстанда Жақсы, рахмет. Рахмет. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте сондай қызықты отырыс. Енді өзім туралы кішкене айтып кетейін. Менің жасым 27-де. 27-де мен солтүстік Қазақстан облысында тудым. Көкшетау қаласында өстім. Қазіргі кезде мен Алматыда тұрамын. Қанат ағаның клубына, кітапханаға барып жүремін. Мен бірінші мамандығым бұл айтқандай Алматы энергетика және байланыс университетті бітірдім. Екінші мамандығым экономист, Московский экономический университетті бітірдім. Қазіргі уақытта Ақсайнанда экономист болып жұмыс істеймін. Руым Арғын, Арғынның ішінде Қаракесекпін. Жаңа тоже Индира тәте айтты, Арғын екені біз, получается, нас объединяет деген сөзді қазақша білмеймін, кешіріңіз. Біріктіреді, рахмет Қанат аға, біріктіреді. Мәмілешілер, саламатсыздар ма? Менің атым Ау, мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жұмыс істеймін, психология бөлімінде. Бүгін менің күйеу баламның туысқандары айтқым келеді. Менің күйеу баламның аты Нұр. Оның аты бабасы Шамғали Сарыбаев болған. Белгілі ғалым. Оның мамандығы қазақ филологиясы болған. Шамғали Сарыбаев арқылы әлем Жамбыл білді. Оның ұлы Болат біздің Алматы консерваториясында қазақтың халық аспаптары кафедрада меңгерушісі болды. Ол қазақтың халық аспаптары коллекцияны жиналған. Қазір бұл мұражайы. Болаттың ұлы Талғат Сарыбаев белгілі сазгер және ақын, Арай және Гүлдер ансамбльдерінің көркем жетекшісі болды.
арайда әншісі Роза Рымбаев болды. Біз Наурыз Думан әні Қазақстанда бәрі біледі. Бір қоштасы бір ауыз сөз айтып кеттім бе? Көп рахмет осы мамале собранияға. Қуаныштымын. Келесі сабақта ала жаса келемін. Қуаныштымын мәміле клубқа келгенім. Бүгін таңертең Фейсбукта пост көрдім. Қуанып келдім. Енді буду ждать следующей встречи. Енді келесі отырысымызды асыға, с нетерпением, асыға күтемін. Көп рахмет. Маған осы бүгінгі отырыс ұнады. Өте қызық әңгімелер естідім. Осы келесі отырысқа қатысатыным жоспарымда бар. Канат, көп рахмет. Осы сабаққа маған ұнайды. Мен өте қуаныштымын. Көп рахмет сізге. Ханыма өте қуаныштымын. Бүгін әңгіме өте пайдалы болды. Айнұрға рахмет айтқым келеді. Мақсатымыз бәріміз жетіп болайық. Кездескенше. Сізге де, Қанат аға, сізге де рахмет. Бірақ мен білмеймін қалай кітаптарын алым келеді, бірақ білмеймін қалай қазір карантинде алам. Білмей жатырмын. Оңай, қазір мен онда айтып кетейін. Қазір жеткізіп беретін неше түрлі әдістер бар. Яндекс доставка деген бар, Глова деген бар. Соның қайсысына заказ беріп, менің тұратын мекен жайым Аблайхан көшесі 113, проспект Аблайхана 113. Вот по этому адресу вы можете заказать доставку или Глова, или Яндекс Такси, и они приезжают, но есть там доставка, екі түрлі бар. Доставка просто, значит, от адреса до адреса. Это тогда будет такси стоять на улице, Яндекс доставка, например. Я выйду, книги отдам, он привезет к вам по вашему указанному адресу. И есть от двери до двери. То есть таксист приезжает, ставит машину, поднимается ко мне, звонит в дверь, квартира номер 52. Я отдаю книжки, и он как бы к вам привозит. Поэтому маржан вы можете спокойно заказать доставку. Вот. А за книги расплатиться по Каспию. Ну, тоже я там в Фейсбуке писал. Там номер своей карты, номер Каспийбанка. Вот. Ну, видите, вот такая вот основная цель сегодняшнего заседания достигнута. Я даже сделал рекламу, как бы, это шутка, да, вы понимаете. Денсаулық тілеймін, себебі бірінші байлық денсаулық, сол себептен аман сау болыңыз, балаларыңыз, отбасыларыңыз аман есен болсын да жақсы болады. Рахмет. Қанат аға, сізге көп рахмет. Осындай ылғи отырыс ұйымдастырғаныңыз үшін рахмет. Мен сізге өте үлкен рахмет айтқым келеді. Келесі кездескенше еліміз тыныш болсын, осы қиыншылықтарды Алланың қалауымен өтейік и кітапханада кездесейік. Рахмет. Келесі отырысымыз сол бүгінгідей, әдеттегідей, сенбі күні сағат 11-де әрқайсымыз бір-бірімізді көріп табысатын болайық.
Аман сау болыңыздар. Рахмет.